Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен шыршаны тыңайтудың екінші әдісімен таныстырамыз. Сіздерге белгілі, мен жаңағы осы соңғы 1-2 жылда осы шыршаны үйде өсірудің түрлі жаңағы жолдарын сіздерге ұсынған болатынмын. Видеоларым арқылы бөліскенмін, оны мен өткенде де айтып өттім. Енді бүгін біз осы шыршаның бүгінгі жағдайы қалай болып тұр мында, және сонымен бірге оны тыңайтып отырудың жаңа тағы бір әдісін сіздерге ұсынбақпын. Ол үшін бізге мынадай не керек? Су керек, таза тұндырылған таза су. Мінекей мен көп жаңағы не қылмай-ақ өзіме қажетті суды ғана алып отырмын. Енді осы суға біз жаңағы тыңайтқышымызды араластырып қосамыз. Мына шыршалардың енді бастапқы түрлерін көріп алайық. Міне қарайтын болсақ, қай жерде мінекей қараңыздаршы, жаңа өскіндер шығып келеді, жаңа қылқандар шығып біздерді қуантып жатыр бұл шырша. Мінекей қарасаңыздар, жаңа әрбір ненің ұшында жаңа өскіндер, қылқан жапырақтары міне осылай шығып жатыр. Мінекей әрбір бұтақтың басында осындай нелер бар. Жалпы танысып өтетін болсақ, шыршаның жағдайы осылай. Ал енді қазір бұл екінші әдіс, мынау өздеріңізге белгілі иод. Бұл иодтың пайдалы екендігін біз барлығымыз білеміз. Адамның да ағзасына осы иодтың жеткіліксіздігінен түрлі жаңағындай аурулардың пайда болатынын сіздер білесіздер. Сол сияқты өсімдіктерде де жаңағы иодтың пайдасы зор екен. Өсімдіктердің жаңағындай бой алып, күш алып, бойына қуат алып, әдемі болып өсу үшін осы иодтың да пайдасы бар екен. Қазір біз осы иодтың су дайындап қойдық. Мінекей банкіде жаңа көрсеткен болатынмын. Енді осыған бірнеше тамшы иодты құямыз. 1, 2, 3, 4-5 тамшы иод құйылды. Осы жетіп жатыр бізге. Өйткені суымыз да қатты көп емес. Мына жерде 1 литр болса, мына жерде 300-400 граммдай су, мұны ортадан төменірек. Қазір мұны таяқшамен араластырайық. Иодты әбден араластырайық. Бұл су тұндырылған, жаңағы тазартылған таза су. Бірден краннан алып біз суармаймыз гүлді. Өйткені ол арасында хлор болады, және жаңағыдай тасқынмен келіп аққан су әлі тынып қалған, сондықтан ол гүлге кері әсерін береді. Гүлдерге де, соның ішінде мынау біздің өсіріп отқан немізге де. Қазір біз екі гүліміз міне тұр. Мен оның ыдыстарын көрсеттім. Енді сол ыдыстарға осы жаңағы иод қосылған суды аздап құямыз. Қатты көп құймаймыз. Өйткені бұл гүлдер өзі су ішіп тұр. Мінекей біз осыны құйдық. Осылай етіп, жаңағы неше күн сайын, 2 апта сайын тыңайтқыштардың жаңағы түрлерін өзгертіп, біз осылай құйып тұруымыз керек. Мысалы, бір күн жаңағы азот, калий, фосфор, магний араласқан тыңайтқышты беретін болсақ бір жолы, келесі 2 аптадан кейін, не болмаса 10 күннен кейін бұларға осы иод жаңағы ертіндісін, иодтың сумен қосындысын бойларына, топырағына тыңайту үшін береміз. Бұл тек қана шыршаға, не болмаса қарағайларға ғана емес, ағаштарға ғана емес, барлық өсімдіктерге осылай жасап тұрған жөн. Міне, бүгін біз сіздермен шыршаны тыңайтудың екінші әдісін сіздермен бөлісіп отырмыз. Міне, бұл екінші әдісіміз өздеріңізге белгілі, мынау иод қоспасын суға қосып топырағын мінекей тыңайту. Осы шыршаның топырағын тыңайту. Сіз мынау бірінші көріп тұрғандарыңыз уже бүршігін ашып, жаңа қылқан жапырақтарын беріп жатқан бұл шыршамыз жаңағы бүршігінен отырғызылған, яғни шишканың арасындағы кішкене майда дәндерден отырғызылған. Ал енді мынау екінші жаңағы шырша, бұл сабағынан отырғызылған. Өкінішке дейміз бе, орай деп айтсақ та болады, айтпасақ та болады. Бұл сабағынан өсірген шырша, мынау дәнінен өсірілген шыршадан
кішкене бойы төмендеу және былай тұр әлпеті де одан кішкене қалыс қалып жатыр, байқасаңыздар. Ал енді мынау неден өсірген жаңағы дәнінен өсірген шыршаның дамуы, өсуі, жапырақ жаюы, жаңа жапырақтар бүршік атуы, бұның барлығы қалыпты жағдайда болып жатыр. Демек, жаңағы берген нелер, тыңайтқыштар бұл нені жақсы қабылдап жатыр деген сөз. Мынау да жаман өсіп келе жатқан жоқ, бұл да үлкен жетістік. Тек қана кейбір жапырақтары сарғайып жатыр. Сарғайғанмен жаңағы мынау бұтақтарында жаңадан жасыл болып өсіп жатқан, жаңадан не қылып жатқан бүршік жарып жатыр. Міне жоғары жағында сап-сары бүршігі, мінекей арасында анықтап қарасаңыздар, бүршік та беріп жатыр. Міне демек, бұл да кешеуілдеседі, кештеу болса да жаңа бүршіктер атады деген сөз әрбір бұтақтың бойында. Міне сонымен қорытындылай келе, бүгін біз сіздермен шырша ағашын егудің екінші әдісімен, тыңайтудың екінші әдісімен таныстық. Қош сау болыңыздар. Каналым ұнап жатса, сіздерге пайдасы тиіп жатса, жаңағы лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп, және сонымен бірге сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап отыруларыңызға болады.